Барлықтарыңызға сәлем, қымбатты тыңдармандар. Көптен бері влог түсірем деп, міне енді қолға алдым. Сөйтіп бірінші влогымды қазақтың дарынды күйшісі, композитор, маэстро Нұрғиса Тілендиевке арнайтын боламын. Дәл қазір мен Қонаев Бөгенбай Батыр көшесінің қиылысындамын. Дәл осы жерде Нұрғиса Тілендиевтің тұрған пәтері орналасқан. Қазіргі таңда бұл Алматы музейлер бірлестігіне кіретін мемориалды пәтер музейі. Сіздерге қызық болса, достар, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар. Міндетті түрде мен жауап беруге тырысатын боламын. Ал саяхатымызды бастайық. Достар, бұл Алматы қаласы, Қонаев 96 көшесі. Дәл осы үй Алматы қаласындағы ең әдемі архитектуралық кешендердің бірі. Себебі бұл үйді әйгілі архитектор Ратушный салған болатын. Бұл үйде Қазақстанға еңбегі сіңген әйгілі сәулетші Ратушный тұрған, әйгілі химик Сокольский, Нұрғиса Тілендиев, Бибігүл Төлегенова, Олжас Сүлейменов сияқты мықты тұлғалар тұрған. Ал енді музейдің ішін көрейік. Бұл үйдің бір ерекшелігі, әр қабатта бір-бір отбасыдан тұрған. Нұрғиса Тілендиев үшінші қабатта тұрса, Бибігүл Төлегенова мен Олжас Сүлейменов жоғарғы қабаттарда тұрған. Көрші болып өте жақсы араласқан. Достар, біз музейдің ішіне кірдік. Осы үйде Нұрғиса Тілендиев 1979 жылдан бастап 1998 жылға дейін, яғни өмірінің соңына дейін осы үйде 19 жыл бойы өмір сүрген. Ал енді экскурсиямызды бастайық. Бастамас бұрын біздің каналға тіркеліп қойыңыздар. Нұрғиса Тілендиевтің мемориалды пәтер үйіне қош келдіңіздер. Ең бірінші маршрутымызды әрине қонақ бөлмеден бастайтын боламыз. Алдарыңызда тұрған дастарханда Дінмұхамед Қонаев, Бибігүл Төлегенова, Олжас Сүлейменов сияқты мықты тұлғалар отырған. Осы қабырғаларда талай әндер, талай біз білмейтін әңгімелер айтылған. 1979 жылы көшіп келгенде алынған жиһаз. Осы жердегі барлық ыдыс-аяқтарды Нұрғиса атамыз шетелде сапарда жүрген кезде өзінің сүйікті жары Дариға Тіленді келініне сыйға алып келген болатын. Ең құнды жәдігері бұл Мадонна сервисі. Бұл замандарда Мадонна сервисін көп адам қолданбаған, себебі ол өте қолжетімсіз болған. Жердегі ыдыстардың барлығына жаңағы тұлғалардың саусақтары тиген деп айтсам болады. Жеке суреттері ұстазы Ахмет Жұбанов. Қазіргі таңда әке жолын жалғастырып жүрген Нұрғиса Тілендиевтің жалғыз қызы Дінзухра Тілендиева. Қазіргі таңда Дінзухра Нұрғиса қызы Отырар сазы оркестрінің бас дирижері. Нұрғиса Тілендиевтің былтыр 100 жылдығы халықаралық деңгейде тойланғанын білесіздер. Былтыр өкінішке орай Дариға Тіленді келіні 100 жылдыққа жетпей қалды, өмірден озып кеткен болатын. Бұл жерде Нұрғиса Тілендиевтің жеке заттары, өзінің кітаптары оқыған. Дінмұхамед Қонаевтың музейінде болғанда, өздеріңіз білесіздер, ол кісі зажигалка коллекциясын өте жақсы көрген. Соның бірін өзінің қолтаңбасымен Нұрғиса Тілендиевтің үлкен ұлы Даниярға қолтаңбасымен сыйға береді. Ал Нұрғиса Тілендиев өзі пышақ және бәкі коллекциясын жақсы көрген. Мына бетте Дінмұхамед Қонаевтан бастап қазақтың филологы ғалымдарына дейін Нұрғиса Тілендиев жайлы айтылған пікірлері. Ол Болат Сарыбаев, Қадыр Мырзалиев, Бұқағали Мақатаев, Мұзафар Әлімбаев, Абдолла Қарсақбаев, Тұманбай Молдағалиев және әрине ұстазы Ахмет Жұбанов. Танымал тұлғалармен бірге жұмыс жасаған. Абдолла Қарсақбаевпен бірге Шоқан Уәлиханов атындағы 12-ші мектепте бірге оқыған, кейін Менің атым Қожа, Бандыны қуған Хамид сияқты туындыларда бірге жұмыс жасаған. Әрине Болат Сарыбаевты айта кетсек болады. Болат Сарыбаев қазақ музыкалық фольклорлық аспаптарының алғашқы зерттеушісі, этноорганолог. Этноорганология дегеніміз ол музыкалық аспаптарды зерттеу ғылымы. Осы тұста Әлкей Марғұлан, Болат Сарыбаев, Өзбекәлі Жәнібеков, Нұрғиса Тілендиевтің еңбектері өте зор болған. Кейін ол Отырар сазы оркестрінің пайда болуына себеп болды. Екінші маршрут ол әрине ас бөлмесі. Дастарханда талай адамдар келіп шәй ішіп, әңгімелерін айтқан, дәмдес болған. Отбасылық суреттері. 98 жылы Нұрғиса Тілендиев қайтыс болғаннан кейін жары мен қызы осы үйде
тұра берді 2012 жылға дейін. 2014 жылы халықаралық музейлер түнінде ресми түрде ашылады. Тілендиевтің қанттан жасалынған суреті Талдықорған қант зауыты Нұрғиса Тілендиевтің 60 жылдығына сыйлаған болатын. Бұл жерде байқаған боларсыздар, кішкентай мұрны жоқ, себебі Дінзухра кішкентай кезінде жеп қойған. Тым тәтті мұрын. Дінзухра кішкентай кезінде бұл наклейкаларды өзі жабыстырған. Келесі бөлме бұл Нұрғиса Тілендиевтің жұмыс бөлмесі. Дәл осы жерде музейдің құнды жәдігерлері сақталынған. Ол әрине Нұрғиса Тілендиевтің Дариға домбырасы, роялі, түпнұсқада жазылған оркестрге арналған партитуралары. Мына бетте Нұрғиса Тілендиевтің жетістіктері, ордендері мен медальдері және өзінің жеке ұстаған заттары, қаламы, қарындашы, сағаты, көзілдірігі. Бұл Нұрғиса Тілендиевтің 1979 жылы осы үйге көшіп келгенде алдырған роялі. Енді көлемі жағынан үлкен болғаннан кейін бұл әрине есіктен сыймайды, сол үшін терезеден кранмен кіргізген екен. Нұрғиса атамыздың саусақтары осы рояльға тиген, талай шығармаларын осы рояльда орындаған. Қазіргі таңда музей қызметкерлері осы рояльда келген қонақтарға әндерін орындап береді. Соның бірі әрине өздеріңіз білетін Құстар әні. Нұрғиса Тілендиевтің өз қолымен жазған оркестрге арналған партитуралары. Бір қызығы, бұл партитуралардың черновигі жоқ. Яғни Нұрғиса Тілендиев черновик арнамай бірден өзінің ойын қағаз бетіне түсірген екен. Бұл оның ерекшелігі, даралығы. Әрине өздеріңіз білетін әйгілі ата толғауы күйі. Басында бұл әке толғауы болған екен, кейін әке деген сөзді өшіріп ата толғауы деп өзгерткен. Бұл күйді жыр алыбы Жамбыл Жабаевқа арнаған. Нұрғиса Тілендиевтің Аққу күйі оркестрге арналған партитурасы. Әйгілі Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Құстар әні. Ең танымал шығармаларының бірі Саржайлау, Ақсақ Құлан, Кетбұғаның күйі. Соңғы аяқталынбай қалған шығармасы Реанимация, өмір дастаны. Ол кісі өсиет айтып кеткен, кім осы шығарманы аяқтайды, сол адамға авторлық рұқсатымды берем деп. Бірақ өкінішке орай Нұрғиса Тілендиевтің шығармаларын жалғастыру үшін Нұрғиса Тілендиевтей болу керек сияқты, қалай ойлайсыздар? Нұрғиса Тілендиев ескерткішінің кішкентай макеті. Бұл Нұрғиса Тілендиевтің ресми іс-шараларда киген костюмы арнайы Германияда тапсырыспен тіктірткен болатын. Мастер Хенд деп фирмасы жазылып тұр. Енді қарап отырсаңыздар, өте талғампаз болған адам. Портфелі, шляпасы. Мына бетте сыйға берілген заттар. Нұрғиса Тілендиев отырар сазы оркестрімен Солтүстік Кореяға барады. Дүниежүзілік фестивальге қатысып, Солтүстік Кореяның президенті Ким Ир Сенің қолынан осындай дипломға ие болады. Біліңіздер, Солтүстік Кореяны көру деген сол кезде Нұрғиса Тілендиевтің өмірі өте қызық болған сияқты. Себебі Тілендиевке мүмкін емес нәрсе болмағандай. Өйткені ол кісі өнерімен барлық жерге барып, те сыйлы болған. Көбісі біле бермейді, Нұрғиса Тілендиев Ұлы Отан соғысына қатысып, өлім аузынан ұстазы Ахмет Жұбанов алып қалған болады. Ол кісі Шаяхметовке арнайы хат жазады. Ол хатта былай деп баяндайды: біз Нұрғиса сияқты дарынды, талантты адамнан айырылып қаламыз, оның халыққа берері көп деп соғыстан қайтарып алған екен. Нұрғиса Тілендиев соғыс жылдарында Бауыржан Момышұлымен де кездескен, Берлинді алған. Бұл жерде Отан ордені, Берлинді алған. Халық қаһарманы атағы 1998 жылы қайтыс боларының алдында берілген. Қазақы стильдегі бөлме. Осы жерде Нұрғиса Тілендиев келген қонақтармен шахмат ойнап, қымыз ішкенді жақсы көрген. Мына бетте Нұрғиса Тілендиевтің анасы Салиха апамыздың сырнайы. Ол кісі сырнайда ойнап, той-томалақтарда ән айтқанды жақсы көрген. Нұрғиса Тілендиевтің анасы Салиха осы пианинаны Нұрғиса Тілендиевке кішкентай кезінде сыйлаған болатын. Өнердегі алғашқы баспалдағы осы пианинадан басталды. Сырнайы, камертон, метроном, дирижерға, музыкантқа керекті ең маңызды заттар. Отбасылық суреттері, өзінің мылтығы. Енді көбісі біле бермейді, Нұрғиса Тілендиевтің анасы Салиха Кенен Әзірбаевтың қарындасы, ал немере атасы
жалпы Жамбыл Жабаев. Нұрғиса Тілендиевтің екі өсиеті болған. Біріншісі Жамбыл Жабаевтың қасына жерлесін деп өтініш білдірген, екіншісі мен дүниеден озғанда құстар әнімен шығарып салыңыздар деген. 1998 жылы осы екі өсиеті де орындалады. Бұл Нұрғиса Тілендиевтің халықпен қауышуға асыққан әрбір сәті бұл концерттің афишалары. Ең көне афиша 1975 жылғы 50 жыл болған афиша және отырар сазының алғашқы концерттері, маусым ашарлары. Концерттерден бөлек Нұрғиса Тілендиев Шыңғыс Айтматовтың бетпе-бет спектакліне де музыка жазған. Нұрғиса Тілендиев синкреттік өнерді, театр, киномузыка барлығын жан-жақты қамтыған дара тұлға. Әрбір фольклорлық аспап солистік деңгейге дейін жеткен. Бұл сасырнай аспабы, шаңқобыз, алғашқы орындаушылар Бибігүл Төлегенова, Рамазан Стамғазиев, Бағдат Сәмединова, әрине Нұрғали Нүсіпжанов пен Майгүл Қазтұрғанова, Мақпал Жүнісова, Қаршыға Ахмедияров, Ғафис Есимов сияқты әртістермен жұмыс жасаған. Әрине ол мен білетіндердің ішінде концерт жүргізушісі Дариға Тілендиева. Қымбатты тыңдармандар, осымен біздің обзор өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер Нұрғиса Тілендиевтің өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтарыңыз болса, немесе осыған байланысты видео, влог түсірші деп өтініш білдіргілеріңіз келсе, пікірге жаза отырыңыздар, міндетті түрде мен қарайтын боламын. Және каналды қолдап тіркеліп қойыңыздар, себебі бұл каналдың алдағы жұмыстарына әсер етеді. Сіздер бізге шабыт бересіздер, сондықтан достар, бізді қолдаңыздар.